Сәлем. Бүгін біз like және де as деген сөздердің айырмашылықтарын қарастырамыз. Екеуі де сияқты деген мағына білдіреді. Осы сияқты деген сияқты қазақ тілінде. Бірақ қай кезде қолданылады. Like-ті қоямыз, егер бізде like-тан кейін pronoun, одан кейін noun тұратын болса. Ал as-ді қоямыз, егер бізде as деген сөзден кейін pronoun, noun, одан кейін барып етістік тұратын болса, біз as-ді қолданамыз. Мысалы, he talks as his father немесе like his father. Қайсы болады? Қалай ойлайсыздар? Like-тан кейін pronoun және noun етістік болмау керек. Значит, мына жерде не болады? Like болады. He talks like his father болады, иә? Мына жерде he talks as his father talks немесе he talks like his father talks. Қайсы болады? Яғни as болады, егер мына жерде pronoun, noun, одан кейін етістік тұратын болса. Значит, мына жерде не болады? As болады, иә? She cooks, тамақ істейді. She cooks like her mother бола ма? She cooks as her mother бола ма? Ол мамасы сияқты тамақ істейді болады ма? Қайсы болады? Екеуі де сияқты деген мағынаны береді. Яғни мына жерде like болады. Себебі like-тан кейін her mother. Мына жерде етістік жоқ, иә? Сондықтан like her mother болады. She cooks as her mother cooks бола ма? Әлде she cooks like her mother cooks бола ма? Әрине as her mother cooks болады. Себебі мына жерде бізде не бар? Етістік бар. Do like me бола ма? Do as me бола ма? Мен сияқты жаса дейді, иә? Do деген жаса деген сөз. Қайсы болады? Әрине like болады. Себебі мына жерде етістік жоқ, иә? Do like I would do немесе do as I would do болады. Мына жерде do деген етістік бар. Значит, не болады? Бұл жерде as болады. Мен сияқты жаса. Екеуі мағынасы бір. Так, мына жерде she sings a bird. Ол құстар сияқты, құс сияқты не істейді? Ән айтады дейді. Мына жерде like бола ма? Әлде as бола ма? Өзіңіз тауып жауабын жазып кетіңіз комментарияға.